Ұлы қарақалпақтардың ислам дініне және араб грамматикасында үлкен тәсірі болған. Араб грамматикасының 80% қарақалпақ тілінен ібарат болған. Мысалға, азан, несип, насаф, шекер, сугар, һәм тағы басқа. Ислам дүниясына белгілі араб грамматигі Қарақалпақстанда, қазіргі Шоманай районында 11-ші әсірде туылған Ахмет ибн Махмуд аз-Замақшари болған. Руы ашамайлы сағыл. Сол туралы көрсету таярласаңыз жақсы болар еді. Ұлы Қарақалпақстан ислам дініне тәсірін айтып өтсеңіз жақсы болар еді. Дұрыс, араб алфавиті һәм грамматикасы 10-ші әсірде түрк руналарына тикарлана шыққанын лингвистлер дәлелдеген. Екінші сұрау. Айналып кетейін. Очень интересно. Снимите нормально, звук ужасный и подробнее не только на русском. Неге қазақша, қарақалпақша жазбайсыз? Неге? Сіздердің тапсырмаларыңыз себеплі. Осы видеоны бастайық. Бұл дүниеде Аллахтан басқа мәңгілік жоқ. Жаратылыс пенен туылғанның бәрі Аллахқа қайтады. Әуелгі прототүрклер Аллахты Тәңір деп атаған. Тәңіршілік ислам дінінің негізі адам атадан басланып, яғни пайғамбарлар заманынан бері бар. Олар Тәңірге, Аллахқа сенген. Ал арабша Аллах сөзі түркі тілде Тәңір деп айтылған. Hürmetli тарих сүйер қауым, мен ұсынған барлық болжамлар жинағын бейне клиптерде көрсеңіз, онда Құраннан, Інжілден, доктор Закир Наик және басқа да алымдардың түрлі дәлелдері менен танысасыз. Тақырып нақты және сенімді. Фактілерге тикаланған. 100 рет естігеннен гөрі 1 рет көргенің артық деген екен. Сонымен бастайық. Аллах Тағала адам ата менен Хауа енені жаратып, оларға адам деп атын қойған. Бірінші, адам ата 930 жыл өмір сүрді. Одан Сиф туылды. Екінші, Сиф 912 жыл өмір сүріп, одан Енос пенен қызлары дүнияға келді. Үшінші, Енос 905 жыл өмір сүріп, Қайман менен қызлары туылды. Төртінші, Қайман 840 жыл өмір сүріп, Малайыл менен қызлары туылған. Бесінші, Малайыл 895 жыл өмір сүріп, Арет және қызлары дүнияға келген. Алтыншы, Ари 962 жыл өмір сүріп, Енох және қызлары туылған. Жетінші, Енох 365 жыл өмір сүріп, Мафусал және Афусал туылған. Бірақ біздердің шежіреде Адам алейхиссалам атаның Абыл және Қабыл деген балалары бір-біріменен келіспей, Қабыл деген баласы Абылды өлтіріп қояды. Сол адамзаттың ең бірінші қылмысы болып саналады. Қазіргі күніде егер біреу екінші адамды айыпсыз өлтірсе, күнә жазылады. Ал адамның баласы Қабылға да сол күнә жазылып бара береді екен. Ақыр заманда Аллах барлық адамдардан сұрап алады. Сол кезде Қабылға ұқсаған адамдардың күнәсі таудан да көп болады екен. Сондықтан да бір адамды өлтірген, бір халықты өлтірген менен барабар есептеледі. Сегізінші, Мафусал 969 жыл өмір сүріп, Ламех пенен қызлары туылған. Тоғызыншы, Ламех 777 жыл өмір сүріп, онан Нох пайғамбар туылған. Оныншы, Шам, Хам және Яфес дүнияға келгенде, Нох алейхиссалам пайғамбарымыз 500 жаста екен. Осы адамның ұл қызларынан дүния жүзіндегі халықтар пайда болған. Біз түркілер Нох алейхиссалам пайғамбардан тараймыз. Абылғазы Бахадыр ханның Нох пайғамбардан Оғыз қағанға шекемге жазып кеткен шежіресін көріңіздер. Бұл жерде Оғыз қағанның тарихын қоспадық, себебі видеоның уақыты созылып кетеді. Келесі видеода Құдай қаласа Оғыз қаған тарихына арнайы видео шығарылады. Нох пайғамбардан 11-ші Яфет, 12-ші Түрік, 13-ші Тұтақ, 14-ші Аблачахан, 15-ші Лейбаткүл, 16-ші Күйік, 17-ші Алаша, 18-ші Моғол, 19-ші Қарахан, 20-ші Оғызхан. Енді ізінше мына шежіреде мысал ретінде тек Оғыз қағаннан тараған Оғыз тайпалары ғана көрсетілген. Ал түркі және түркі емес халықтардың да әр қайсысының өз алдына осындай шежірелері бар екендігін білеміз. 21-ші Кай, Черный клобук, қарақалпақтардағы орыслар жазған каепечілер. 22-ші Дудурга, 23 Баят, 24 Дукер, 25 Алқа ойлы, 26 Афшар, 27 Қара ойлы, мүмкін ақ қойлы, қара қойлы, 28 Қызық, 29 Языр, 30 Бегделі, 31 Языр, 32 Қарқын, 33 Байындар, 34 Алайонтлы, 35 Бечене, Печенек, Бажанақ, Қарақалпақ, 36 Үрегір, мүмкін Үйгір,
37 Шаволдур, 38 Ығдыр, 39 Четни, 40 Боқтөз, 41 Сайыр, 42 Ава, мүмкін Авар, Қарақалпақ, 43 Імір, 44 Қына, Қынық. Ендігі кезекте пайғамбарлар қыссасына көшеміз. Пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағаладан аманат келген екен. Сол кезде пайғамбарымыз осы аманатты кімге тапсыру керектігін сұрағанда, ортадан Арсланбап деген кісі шығып, маған беріңіз дейді. Сонда пайғамбарымыз сахабаларымен бірге ойласып, ақылдасып, осы кісіге 500 жылдан кейін Ахмет деген кісі пайда болады. Осы аманатты беруіңді сұрайды. Сен соған беруің керек деп тапсырған екен. Бұл аманат ислам сырлары, құрма дәнінде болған екен. Қазіргі тілменен айтқанда флешка яка чип деп түсінсек болады. Сөйтіп, Арсланбап 500 жыл бұл құрма дәнін тілінің астында сақлап, аманатты Қожа Ахмет Яссауиге тапсырған. Арсланбап та оның шәкірті Қожа Ахмет Яссауи де ақ мәнжулі руынан шыққан қарақалпақлар. Қасиетті бабамыз Қожа Ахмет Яссауи пайғамбарымыздан артық өмір сүргім келмейді деп 63 жасында дүнияны тәрк еткен. Соңынан аманат халифа Сулайман Бақырғаниге хәкім атаға берілген. Бұл бабамыздың караматлы құдіреті болған. Оның табиаттан тысқары құдіреті Кабадағы қары тасты қазіргі Қазақстан аймағындағы Түркістанға көшіріп әкелген екен. Сулайман Бақырғанидің хәкім ата Айша биби деген қызы болған. Бірақ ол аманатты қызына бермей, оны мәнжулі және тағы басқа рулардан шыққан қарақалпақлардың улама ишанлары, ислам қызметшілеріне тапсырған. Бұл жерде ислам діні һәм шежіренің аманаты, құпия сырлары тек қарақалпақтың діндар ишанларының сұлу көздері үшін емес екендігі әбден анық. Себебі қарақалпақлардың түп мәканы болған Кердер мемлекетінде әйелгі асырлардан бастап талай-талай алымлары, дінге садық адамдары болған. 2000 жылы қорғап қалған Арал теңізінің түбінен Қорқыт ата қорының экспедициясы Түркістандағы Ахмет Яссауи кесенесінің дәл көшірмесі болып табылатын аты аңызға айланған Кердері ата кесенесін тапты. Ал Түркістанда және Алла Тағалаға имам келтірген қасиетті ғайып ерең, 40 шілтер және Бабат түклі шашлы Азиз Әмір едіген атасы һәмде тағы басқа көптеген ұламалардың кесенелері бар. Ал біздегі ұламалардың соңғысы түрмеде қайтыс болған киелі Ишан бабамыз Сәлмен ата болды. Ал қазіргі ақ тақия, ақ шапан кигендердің көбісі 3 әріптердің құлағы болып кетті. Сот үкімін шығарған кезде ол коммунист судьяларға: сіздердің маған жыл кескен үкіміңізді мен амалсыз ол дүнияға өзімменен бірге алып кетуге мәжбүрмін. Өйткені мен көп ұзамай өлемін деген екен. Ендеше қоңсы халықтардың ішінде де дінге сенушілер жүдә көп. Бірақ пайғамбарлар тарапынан текке қарақалпақ ұламалары, ишанлары ғана таңданған. Бірақ таң қалатын жері неліктен де біздердің ұламаларымыздың кесенелері бұрынғы кең жайтақ түркі жерлеріне шашырап жатыр. Енді көп адамдардың қарақалпақлар менен еврейлердің байланысы бар ма деген тақырыбына өтейік. Бұл сұрауға төмендегі ұқсастықтар себепші. Бірінші, екі халықтың бас киімдері сәйкес келеді. Екінші, екі халықта да әйелгі Иерусалимде, әйелгі Киевте, Хазарлар қағанатында, ол уақытта әптекі қарақалпақлардың бабалары да Яхуди дінін тұтынған. Оған мысал ретінде қарайымдарды айтсақ болады. Олар елі де сол Яхуди дінінде. Және Бұхарада бірге жасаған. Үшінші, Адам ата шежіресінде екі халықтың бабасы бір. Төртінші, Хурит Құрайш ру тайпасының әйелгі Хуи Митани қарақалпақларының бабалары деп ілімбазлар тән алған. Ал олар Адам ата шежіресіне қосымша Шумер қарабасылардың ұрпақтары қара мүйкелер болса, олар әйелгі заманнан бері еврейлер менен бірге жасаған. В то время как в ивритском тексте Библии царь Шхема Хамор назван Хивитом, в Септуагинте он назван Хореем. На основании этого и ряда других упоминаний библейского текста исследователи заключают, что хивиты и хория – один и тот же народ. Ученые также полагают, что древние обитатели Иерусалима и Иерусалима также принадлежали к хуритам. Как сами себя каракалпаки называют? Как? Митанни. Те, кто изучал древнюю историю, или, по крайней мере, хоть как-то ею интересовался, было такое государство Хурита Митания. Вот. Они очень интересные люди, их изучали социоантропологи, но было это на закате Советского Союза, и, собственно говоря, эта сенсация прошла мимо. Это очень необычный народ. Да, они, конечно, восприняли тюркскую культуру и так далее, но происхождение у них довольно специфическое. Впрочем, я не об этом. То есть у них есть некая базовая матричная идентичность, которая и вызвала вот эти протестные настроения. Бесінші, сондай-ақ
қарақалпақтар менен еврейлердің генетикасы бойынша да G2 гаплогруппалары сәйкес келеді. Енді түркілер менен қатар ингуш, чешен, армян және басқа да халықтардың өз шежірелері бар. Бірақ негедір Мүревелидің келтірген шежіресінің нұсқасы бойынша олар өздерінің тегін Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарымыздан шығарып қойыпты. Олардың шежіре кестесі және қаны ДНК жағынан ұқсастығы бар болса, біздерде шежіремізден басқа да көп ұқсастық дәлелдеріміз бар. Олардың шежіресі түркілер шежіресінен бөлек. Себебі киелі кітаптарда, Библия, Құранда тек Шам, Хам, Яфет жазылған. Ал одан кейінгі шежірелерді әрбір халықтың тарихшылары өз алдына жазған. Сонымен қатар оларда ДНК G2-дан басқа байланыс фактілері бар ма? Ал егер ДНК жағынан жақынлықты есептесек, онда қарақалпақтардың 30% G2. Алматы қаласында тұратұғын Хожерише, көп адамдарға танымалы Бексейіт ұруынан шыққан белгілі блогер, дінтанушы, шежіреші, көп іліми жетіскендіктерді білетұғын политолог және Қарақалпақстан жан күйері болған Мақсым ағамыз Аймұратов Рахметулла өзінің сәубетінде Қарақалпақтың шежіресі бойынша білген деректерін айтты. Ибрахим пайғамбардың Исхақ пен Исмаил атылы екі ұлы болды. Яқып пайғамбар Исхақтан туған. Яқыптан 12 ұл, бір қыз болған. Олардың атлары төмендегідей. Бірінші Рабыл, екінші Шамун Наби. Шамун Наби пайғамбардан Назлымхан есімді сұлу қыз дүнияға келген. Үшінші Лауи, төртінші Яқып, бесінші Исахир, алтыншы Заблун, жетінші Дани, сегізінші Нафтели, Хүррелі тайпасынан шыққан мысырлық Ханшайым Нефертити атына ұқсас. Тоғызыншы Ашырбай, оныншы Жадыгер, 11-ші Юсуп, 12-ші Бұният. Саз сәубетті жалған демеңдер, адам ата Бұният болғанда бар тұр. Бұл жай ғана ұқсастық па. 13-ші және де Динара есімді қыз дүнияға келген. Міне шежіре бойынша Шамун Набидің Юсуп алейхиссалам менен Назлымхан сұлудың әкесі екенін, олардың Мұхаммед Али пайғамбардың оған Аллахтың игілігі менен сәлемі болсын, ұрпақтары екенін дәлелдейтін факт. Адамзаттың ең ұлы пайғамбары Ибрахимді ғалымдар Хүррилердің этникалық ұрпағы деп таниды. Яғни бұл тайпаның қарақалпақ тілінде Хүррит, қара Құрайш екендігі хақында Нұхтың насиятында оқысаңыз болады. Мұхаммед пайғамбардың оған Аллахтың игілігі менен сәлемі болсын, Ибрахим әулетінен екендігі сол насиятта сілтемесі бар. Яхудилер, яғни Исхақтан туылғанлар, Исраил халқы болды. Кейін олар Яхудилер деп аталды. Бұл шежіре қарақалпақтар менен еврейлерді байланыстырады және бұл шежірені Миздахан зияратханасында жатырған Шамун Наби менен оның қызы Назлымхан сұлудың кесенесі тікелей дәлелдеп тұр. Бұл жерде адам атаның да кесенесі бар. Бұл Миздахан атлы зияратхана Қарақалпақстан Республикасының Хожелі қаласына жақын жерде жайласқан. Ал Қоңырат қаласына жақын жерде Сүлеймен Бақырғани әулие хакімата зияратханасы да бар. Осы фактілер бойынша шежірелерге және басқа да деректерге тикарлана халықлардың шығу тегі туралы болжамларды жұмақлай отырып, мына сіздердің неліктен айтылғаны хақында бір ойланып көріңіз. Қарақалпақтардың шынайы тарихы оянғанда дүние жүзі дірілдейді. Ілімпазлар, үнай қарындасларым, сіздерге ислами сәлем жолдағым келеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Осы конференцияда қасиетлі Әл-Ақса және Байтул Мұқаддес мешітінде баяндама жасау құрметіне ие болғаныма өте қуаныштымын. Әл-Ақса мешіті Иерусалимде жайласқан. Қисса сүренің 17-ші тарауының 1-ші аятында Аллах субхана тағала былай дейді: құлын түнде Назидул Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне көшірген бенде, қасиетлі. Жоғарыдағы аятта Алла субхана тағала пайғамбарымыз Али исламати вассаламды Меккедегі Харам мешітінен Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіне көшіргенін айтады. Пайғамбарымыз барлық пайғамбарлардың қатынасуы менен сол жерде намаз оқып, сол жерден пайғамбар көкке көтерілді. Әл-Ақса мешіті кейінгі исламның Нашидул Харам және Машидул Набаи қасиетті орындарына сәйкес келеді. Бірақ Әл-Ақсаның басқа қасиетті мешіттерден айырмашылығы мешіттің өзі ғана емес. Әл-Ақса мешіті орналасқан жерде, Шам жерде құнары есаптанып, ақиқатында да естуші һәм көруші екендігіне бір қатар аялар көрсетілген. Оған барлық пайғамбарлар жиналып, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз иссалату вассалам оларға имамы еткен. Келтірілген аятта Аллах субхана тағала бізге айтқан пайғамбар Әлиді
иссалату вассалам. Ondan hala sahip